Hi guys! Біздің бүгінгі сабағымыз ағылшын тіліндегі артикльдерге арналады. Сабақты көрмес бұрын біздің Instagram парақшамызға тіркеліп кетіңіздер. Біз ол парақшада сөздікпен қатар антоним сөздерді үйретеміз. Енді артикль дегеніміз ол зат есімдердің алдында қолданылады және соны анықтап тұрады. Артикль белгілі бір зат есіммен байланысты болады. Егер зат есімнің алдында анықтауыш болатын болса, онда артикль олардың алдында тұрады. Мысалы, a new house, a big apple. Ағылшын тілінде артикльдердің екі түрі бар. Олардың біріншісі n белгісіздік және де z белгілілік. Белгісіз артикль бұл сіз қандай да бір нәрсені бірінші рет айтайын деп жатқан кезде қолданылады. Егер сөз дауыссыз дыбыстан басталса, артиклі қолданылады. Мысалға, a cat, a dog, a pen. Егер де сөз дауысты дыбыстан басталса, онда n артиклі қойылады. Мысалы, an apple, an umbrella. Келесі белгілі артикль ол the. Бұл деген сөзден шыққан, демек көп деген заттардың ішінен бір затты айтатын болсақ, ол зат есімнің алдына the артиклін қоямыз. Белгілі және белгісіз артиклдің мағынасын салыстырып көретін болсақ, take a pen, қаламды алыңыз. Бұл жерде кез келген қалам туралы айтып тұр. Ал take the pen, мына қаламды алыңыз. Екі артиклдің де мағынасын ашып түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер сабағымыз ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Goodbye!